Армысыздар, ардақты ағайын. Есімім менің Нәзира Сұлтан Мұратқызы. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін өздеріңізбен Абайдың 38-ші қара сөзін оқитын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ендеше кеттік. Абайдың 38-ші сөзі. Ей, жүрегімнің қуаты перзентлерім! Сіздерге адам ұғлының мінездері туралы біраз сөз жазып, ядкар қалдырайын. Ықыласпенен оқып алыңыздар. Оның үшін махаббаттың төлеуі махаббат. Әуелі адамның адамдығы ақыл, ғылым деген нәрселерменен. Мұның табылмақтығына себептер әуелі хауас, сәлим, һәм, тән, саулық. Бұлар туысынан болады. Қалмыс өзгелерінің бәрі жақсы ата, жақсы ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан болады. Талап ұғым махаббаттан шығады. Ғылым білімге махаббаттандырмақ әлгі айтылған үшеуінен болады. Ғылым білімді әуел бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында зорлықпенен, яки алдаумен үйір қылу керек. Үйрене келе өзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала ғылым білімді махаббатпенен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады. Сонан соң ғана Алла тағаланы танымақтық, өзін танымақтық, дүниені танымақтық, өз адамдығын бұзбай ғана жәліп мәнфағат дәхфі мұззәрратләрні айырмақлық секілді ғылым білімді үйренсе, білер деп үміт қылмаққа болады. Болмаса жоқ, ең болмаса шала. Оның үшін көбінесе балаларды жасында ата-аналары қиянатшылыққа салындырып алады. Соңынан моллаға берген болады. Я ол балалары өздері барған болады. Ешбір бақыра болмайды. Ол қиянатшыл балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да, хәтта иман ихтиқатқа да қиянатпенен болады. Бұл қиянатшылар жарым адам, жарым молла, жарым мұсылман. Олардың адамдығының кәмәлат таппағы қиынның қиыны. Себебі Алла тағала езі хақиқат, растықтың жолы. Қиянат хақиқат пен растықтың дұшпаны. Дұшпаны арқылы шақырғанға дос келе ме? Көңілде өзге махаббат тұрғанда хақлықты таппайды. Адамның ғылымы, білімі хақиқатқа, растыққа құмар болып, әр нәрсенің түбін, хикметін білмекке ынтықтықпенен табылады. Ол Алланың ғылымы емес. Хаммәні білетұғын ғылымға ынтықтық өзі де адамға өзіндік ғылым береді. Оның үшін ол Алланың өзіне ғашықтық. Ғылым Алланың бір сипаты, ол хақиқат. Оған ғашықтық өзі де хақлық һәм адамдықтыр. Болмаса, мал таппақ, мақтан таппақ, ғизат, құрмет таппақ секілді нәрселердің махаббаты мен ғылым білімнің хақиқаты табылмайды. Мал, мақтан, ғизат, құрмет адамды өзі іздеп тапса, адамдықты бұзбайды, һәм көрік болады. Егер адам өзі оларды табынып іздесе, тапса да, таппаса да, адамдығы жоғалады. Енді хақиқат сүйіп, шынды білмек құмарың бар болса, адамдыққа лайықты ықыласты құлағыңды қой. Әуелі дін исламның жолындағы пенделер иманның хақиқаты не сөз екенін білсін. Иман дегеніміз бір ғана инанмақтық емес. Сен Алла тағаланың бірлігіне, уә Құранның оның сөзі екендігіне, уә пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уәссәлам оның тарапынан елші екендігіне инандың. Не бітті? Сен Алла тағала үшін иман келтіремісің? Я өзің үшін иман келтіремісің? Сен иман келтірмесең де Алла тағалаға келер ешбір кемшілік жоқ еді. Өзің үшін иман келтірсең, инандың. Ол инанмақтығың құры ғана инанмақтықпен қалса, саған пайда бермейді. Оның үшін сен өзіңнің инанмақтығыңнан пайда ала алмадың. Пайдаланамын десең, пайда береді. Кәміл иман болады. Пайданы қалайша алуды білмек керек. Сіз
әммәнту биллахи кама хуа би әсмайхи ва сифатихи дедіңіз. Ол есім Аллалар хамма. Ол Алла тағаланың фиғыл ғазимлерінің аттары. Олардың мағынасын біл. Һәм 8 сифат затиялары не деген сөз? Кәміл үйрен. Өзіңді оның құлы біліп, өзіңе мүслим ат қойып, тәслим болғаныңа раст боласың да. Өз пиғылдарыңды соған өз халіңше ұқсатуды шарт қыл. Алла тағалаға ұқсай аламын ба деп надандықпен сол сөзден жиіркенбе. Ұқсамақ дәл бірдейлік дағуасымен емес, соның соңында болмақ. Оның үшін Алла тағаланың сипаттары хаят, ғылым, құдірет, басар, самиғ, ирада, кәлам, тәкин. Бұл 8-нен Алла тағаладағыдай кәмәлләт ғазамат бірләм болмаса да, пендесіне де әрбірінен өз халінше бар қылып жаратты. Біз өзіміздің бойымыздағы 8 зәррә аттас сипатымызды ол Алла тағаланың 8 ұлық сипатынан бас бұрғызып, өзге жолға салмақпенен біздің атымыз мүслим бола ала ма? Болмаса керек. Ол 8 сипатына сипатымызды һәм ол аттары бірлән, ағламланған фиғыл құдаға фиғылымызды ертпек неменен табылады? Қалайша табылады? Оны білмек керек. Ол Алла тағаланың заты ешбір сипатқа мұқтаж емес. Біздің ақылымыз мұқтаж. Жоғарғы жазылмыш сипаттар бірлән тағрифләп танымаққа керек. Егер де ол сипаттар бірлән тағрифламасақ, бізге мағрифатулла қиын болады. Біз Алла тағаланы өзінің білінгені қадар ғана білеміз. Болмаса түгел білмекке мүмкін емес. Заты түгіл, хикметіне ешбір хакім ақыл ерістіре алмады. Алла тағала өлшеусіз. Біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулімен өлшеусізді білуге болмайды. Біз Алла тағалаға бір дейміз, бар дейміз. Ол бір демекілікте ақылымызға ұғымының бір тиянағы үшін ғана айтылған сөз. Болмаса ол бір демекілікте Алла тағалаға лайықты келмейді. Оның үшін мүмкинаттың ішінде не нәрсенің өжуді бар болса, ол бірліктен құтылмайды. Әрбір хадиске айтылатұғын бір қадимге тағриф болмайды. Ол бір деген сөз ғаламның ішінде. Ғалам Алла тағаланың ішінде. Құдай тәбәрәкка уа тағала кітаптарда 8 субутия сипаттары бірлән, уа 99 әсмәи хусналар бірлән білдірген. Бұлардың хаммасы Алла тағаланың затия, субутия, уа фиғлия сипаттарыдыр. Мен мұнда сіздерге 4-еуін білдіремін. Оның 2-еуі ғылым, құдірет, 8 сипаттан қалған 6-ы бұларға шарх. Ол 6-ының бірі хаят, яғни тірлік. Алланы бар дедік, бір дедік. Ғылым, құдірет сипаты бірлән сипаттадық. Бұл бірлік, барлық ғылым, құдірет олула боларлық нәрселер ме? Әлбетте ғылым құдіреті бар болады. Хаяты мағлұм, бірі ирада, яғни қаламақ. Ғылым бар болса, қаламақ та бар. Ол еш нәрсеге харекет бермейді. Хаммаға харекет беретұғын өзі. Ол ирада ғылымның бір сипаты кәлам, яғни сөйлеуші деген. Сөз харіпсіз, дауыссыз болушы меді. Алланың сөзі харіпсіз, дауыссыз. Енді олай болса, айтқандай қылып білдіретұғын құдіретті және басар, самиғ, яғни көруші, естуші деген. Алла тағаланың көрмегі, естімегі біз секілді көзбенен, құлақпенен емес, көргендей, естігендей білетұғын ғылымның бір сипаты. Бірі такуин, яғни барлыққа келтіруші деген сөз. Егер барлыққа келтірмегі бір өз алдына сипат болса,
Алла тағаланың сипаты өзіндей хәдім, һәм әзәли, һәм әдәби болады да. Хәммиша барлыққа келтіруден босанбаса, бір сипатынан үлкен я кіші болуға жарамайды. Олай болғанда ғылым құдірет сипаттары секілді босанбай, һәр уақыт жаратуда болса, бір ықтиярсыздық шығады. Ол ықтиярсыздық Алла тағалаға лайықты емес. Оның барлыққа келтірмегі құдіретіне ғана бір шарх. Бұл ғылым құдіретте ешбір нихоятсыз, ғылымда ғафлат, құдіретінде епсіздік және нашарлық жоқ. Саниғын сұңғатына қарап білесіз. Бұл көзге көрілген, көңілге сезілген ғаламды қандай хикметпенен жарастырып, қандай құдіретпенен орналастырған. Ешбір адам баласының ақылы жетпейді. Бірақ пендесіне ақыл хүкімші, қайрат қуат қызмет қылушы еді. Соған қарап ойлайсың, Алла тағаланың сипатында солай болмаққа тиіс. Бірақ әуелде айтқанымыз, ғылым құдірет біздің ұғуымызға ғана екі хисап болмаса, бірақ ғылымды құдірет болуға тиіс. Олай болмаса, сипаттар өз орталарында бірі табиғ, бірі мәтбуғ болады ғой. Бұл болса, тариф Раббыға жараспайды. 8 сипат қылып, және ол сипаттар лағайыру уәллахуа болып, бұлай айтуда бұлардан бір өз алдына жамағат яки жәмиғат шығып кетеді. Бұл болса келіспейді. Егерде сипаттарды әрбірін басқа дегенде көп нәрседен жиылып, иттифақпенен Құдай болған болады. Бұлай деу батыл. Бір ғана құдірет пендеде болған қуат. Құдірет ғылым ақылдан басқа болатұғын Алла тағалада болған құдірет ғылым һәм рахмет. Ол рахмет сипаты. 8 сипаттың ішінде жазылмаса да, Алла тағаланың Рахман, Рахим, Ғафур, Уаддуд, Хафиз, Сәттар, Раззақ, Нафиғ, Уәкил, Латиф деген есімдеріне биннахи бір ұлық сипатынан хисаптауға жарайды. Бұл сөзмен нақлия дәлелім жоғарыдағы жазылған Алла тағаланың есімдері. Ғақлия дәлелім Құдай тағала бұл ғаламды ақыл жетпейтін келісімменен жаратқан. Онан басқа бірінен бір пайда алатұғын қылып жаратпады. Жансыз жаратқандарынан пайда алатұғын жан иесі хайуандарды жаратып, жанды хайуандардан пайдаланатұғын ақылды инсанды жаратыпты. Хайуандарды асырайтұғын жансыздарды еті ауырмайтын қылып, жан иесі хайуандарды ақыл иесі адам баласы асырайтын қылып, һәм олардан махшарда сұрау беретұғын қылып, бұлардың һәммәсінен пайда аларлық ақыл иесі қылып жаратқан. Адам баласынан махшарда сұрау алатұғын қылып жаратқандығында һәм ғадалат, һәм махаббат бар. Адам баласын құрт, құс, өзге хайуандар секілді тамақты өз басымен алғызбай, ыңғайлы екі қолды басқа қызмет еттіріп, аузына қол ас бергенде не ішіп не жегенін білмей қалмасын деп, иісін алып, ләззаттанғандай қылып, ауыз үстіне мұрынды қойып, оның үстінен тазалығын байқарлық екі көз беріп, ол көздерге нәзіктен, зарардан қорғап тұрарлық қабақ беріп, ол қабақтарды ашып жауып тұрғанда қажалмасын деп кірпік жасап, маңдай тері тура көзге ақпасын деп қаға беруге қас беріп, оның жүзіне көрік қылып, бірінің қолынан келместей істі көптесіп бітірмекке, біреуі ойын біреуіне ұқтырарлық тіліне сөз беріп жаратпақтығы махаббат емес пе? Кім өзіңе махаббат қылса, сен де оған махаббат қылмаған қарыз емес пе? Ақыл көзімен қара, күн қыздырып, теңізден бұлт шығарады екен. Ол бұлттардан жаңбыр жауып, жер жүзіне неше түрлі дәндерді өсіріп, жемістерді өндіріп, көзге көрік, көңілге рахат, гүл бәйшешектерді, ағаш жапырақтарды, қант қамыстарын өндіріп, неше түрлі нәбататтарды өстіріп, хайуандарды сақтатып, бұлақтар ағызып,
өзен болып, өзендер ағып дария болып, хайуандарға, құсқа, малға сусын, балықтарға орын болып жатыр екен. Жер мақтасын, кендірін, жемісін, кенін, гүлдер гүлін, құстар жүнін, етін, жұмыртқасын, хайуандар етін, сүтін, күшін, көркін, терісін, сулар балығын, балықтар икрасын, хатта ара балын, балауызын, құрт жібегін, хаммасы адам баласының пайдасына жасалып, ешбірінде бұл менікі дерлік бір нәрсе жоқ. Бәрі адам баласына таусылмас азық. Миллион хикмет бірлән жасалған машина, фабрик адам баласының рахаты, пайдасы үшін жасалса, бұл жасаушы махаббат бірлән адам баласын сүйгендігі емес пе? Кім сені сүйсе, оны сүймектік қарыз емес пе? Адам баласы қанағатсыздықпенен бұл хайуандардың тұқымын құртып, алдыңғылар артқыларға жәбір қылмасын деп, малды адам баласының өзінің қызғанышына қорғалатып, өзге хайуандарды бірін ұшқыр қанатына, бірін күшті қуатына, бірін жүйрік аяғына сүйентіп, бірін биік жартасқа, бірін терең тұңғиыққа, қалың орманға қорғалатып, һәм әрбірін өсіп өнбекке құмар қылып, жаз күнінде кішкене уақытында шафқат сахарменен бастарын байлап, қамқор қылып қоймақтығы адам баласына өсіп өніп теңдік алсын емес, бәлки адам баласының үзілмес нәсіліне таусылмас азық болсын дегендік. Бұл хикметтерінің хаммасын һәм мәрхамат, һәм ғадалат, зәхир тұр екен. Біз ортамызда бұл мархамат, ғадалатты иманның шарттарынан хисап қылмаймыз. Оның үшін муслим болғанда Алла тағалаға тәслим болып, оның жолында болмақ едік. Болғанымыз қайсысы? Бұл 2 ай мен күннен артық мағлұм тұрған жоқ па? Фиғылы, Құданың ешбірінде қарар қылмаймыз. Өзгелерде болғанын жек көрмейміз. Өзіміз тұтпаймыз. Бұл қиянатшылық емес пе? Қиянатшылыққа бір қарар тұрған адам, я мұсылман емес, ең болмаса шала мұсылман. Алла тәбәрәкә ва тағаланың пендесіне салған жолы қайсысы? Оны көбі білмейді. Тафаккару фиғла иллахи деген хадис шәрифтің инналлаху юхиббул мухситин деген аяттарға ешкімнің ықыласы, көңіліменен ғылымы жетіп, құптағанын көргенім жоқ. Атабурун аннаса билбирри вахсану инналлаху юхиббул мухсин валлазина аману ва гамилу салахатти валайна асхабул жаннати хамфиха халидун деген аяттар Құранның іші толған ғамилус салих не екенін білмейміз. Ва аммалзина аману ва гамилус саликатти фаюафихим ужжурахум валлаху ла юхиббуз залимин. Аятына қарасаң, ғамилус салих залықтықтың зидді болар. Олай болғанда ғадалат, рафқат болуға, кімде кімнің әділеті жоқ болса, оның хаясы жоқ. Кімнің ұяты жоқ болса, оның иманы жоқ деген. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассаламның хадис шәрифі мән ла хаяун лаху деген дәлел тұр. Енді белгілі иман құр инанышпенен болмайды. Ғадалат ва рафқат бірлән болады. Ғамалус салих ғадалаты ва мәрхаматы болмақ күллі тән бірлән қылған құлшылықтардың ешбір ғадалаты мәрхаматты бермейді. Көзің күнде көреді, намаз оқушы, ораза тұтушылардың не халлатта екендіктерін. Оған дәлел керек емес. Бәлки ғадалат барша ізгіліктің анасыдыр. Ынсап, ұят бұл ғадалаттан шығады. Оның үшін ғадалатты адамның көңіліне келеді. Мен өз көңілімде халық меніменен сондай мұндай қылықтарымен мұғамәлә қылса екен деп ойлап тұрып, өзім сол халықтарменен мұғамәлә қылмағандығым жарамайды ғой деп,
сол езі әділет те және нысап та емес пе? Ол һәммә жақсылықтың басы емес пе? Жә, олай құлықпенен сол ойды ойлаған кісі халлақыны, шүкірді неге ойламасын? Шәкірліктен ғибадаттың бәрі туады. Енді зинһар ғадалат шапағаттан босанбаңдар. Егер босансаң, иман да, адамдық та һәммәсі босанады. Алла Ярсофының бір фәрдадан 100 фәрда бейжай дегені басыңа келеді. Енді біздің бастысы тағриф бойынша Құдай тағала ғылымды, рахымды, ғадалатты, құдіретті еді. Сен де бұл ғылым, рахым, ғадалат 3 сипатымен сипаттанбақ, ештихатың шарт еттің. Мұсылман болдың, һәм толық инсаниятың бар болады. Белгілі, жауан мәртлік 3 хаслат бірлән болар деген. Сиддих, кәрәм, ғақыл, бұл үшеуінен сиддих ғадалат болар. Кәрәм шафағат болар. Ғақыл мәғалүмдір, ғылымның бір аты екендігі. Бұлар әр адамның бойында Алла тәбәрәкка уа тағала тахмин бар қылып жаратқан. Бірақ оған рауаж беріп, гүлдендірмек, бәлки адам өз халінше кәмәлатқа жеткізбек жәһәтінде болмақ. Бұлар ез иждихадың бірлән ниет халис, бірлән ізденсең ғана берілетін нәрселер болмаса жоқ. Бұл айтылмыш 3 хасләтің иелері алды пайғамбарлар, онан соң әулиелер, онан соң хакімдер, ең ақыры кәміл мұсылмандар. Бұл 3 түрлі фиғыл Құданың соңында болмақ. Өзін құл біліп, бұл фиғылдарға ғашық болып тұтпақты пайғамбарлар үйретті әулиелерге, әулиелер оқыды, ғашық болды. Бірақ ухрауи пайдасын ғана күзетті. Ғашықтары сол халге жетті, дүниені, дүниедегі тиерлік пайдасын ұмытты. Бәлки қисапқа алмады. Хакімдер дүниеде тиетін пайдасын сөйледі. Ғибрат көзімен қарағанда екеуі де бірінен бірі көп жырақ кетпейді. Оның үшін әрбірінің сөйлеуі, айтуы басқаша болса да, Алла тағаланың сұңғатына қарап пікірлемектікті екеуі де айтты. Пікірленбек соңы ғибраттанбақ болса керек. Бұл ғақыл, ғылым екеуі де өзін зорға есептемекті, залымдықты, адам өзіндей адамды алдамақты жек көреді. Бұл ғадалат һәр екеуі де мәрхаматты, шапағатты болмақтықты айтып бұйырды. Бұл рахым болса керек. Бірақ менің ойыма келеді, бұл 2 тахифа әр кісі өздеріне бір түрлі нәпсісін фида қылушылар деп. Яғни пенделіктің кәмәлаты әулиелікпен болатұғын болса, күллі адам тәркі дүние болып, ху деп тарихатқа кірсе, дүние ойран болса керек. Бұлай болғанда малды кім бағады, дұшпанды кім тоқтатады, киімді кім тоқиды, астықты кім егеді, дүниедегі Алланың пенделері үшін жаратқан қазыналарын кім істейді? Харами мәхрухи былай тұрсын, Құдай тағаланың қуатыменен, иштихат ақылыменен тауып, рахатын көрмегіне бола жаратқан, берген нығметтеріне, онан көрмек хузурға суық көзбен қарап, ескерусіз тастап кетпек ақылға, әдепке, ынсапқа дұрыс па? Сахиб нығметке шүкірлігің жоқ болса, әдепсіздікпенен күнәкар болмайсың ба? Екінші, бұл жолдағылар қор болып, дүниеде жоқ болып кетуі қаупі бар. Уа кәпірлерге жем болып кетуі де, қайсы бір сабырсыз жолынан тайып, сабырмен бір қарар тұрамын дегені болып кетселер де керек. Егер де бұл жол жарым-жартыларына ғана айтылған болса, жарым-жарты раст дүниеде бола ма? Раст болса, хаммаға бірдей раст болсын. Аллаған раст бола ма? Хам ғадалат бола ма? Олай болғанда, ол жұртта ғұмыр жоқ болса керек. Ғұмыр өзі хақиқат. Қай жерде ғұмыр жоқ болса, онда кәмәлат жоқ. Бірақ әулиелердің де бәрі бірдей тәркі дүние емес еді. Ғашаран мүбәшарадан Хазірет Ғосман,
ғабдурахман бин ғауф уа сағид бин әбутқас үшеуі де үлкен байлар еді. Бұл тәркі дүниелік, дүние ләззатына алданып, ештихадым шала қалады деп, бойына сенбегендік, хирс дүниеліктен қауымының көңілін суытпақ үшін ренжуге сабыр етіп, өзін фида қылып, мен жаныммен ұрыс қылғанда, халық ең болмаса нәпсісімен ұрыс қылып, хауастан әрбір арзу, нәпсіден суынып, ғадалат, мархамат, махаббатына бір қарар болар мекен деген үмітпенен болса керек. Олай болғанда, ол да жұртқа қылған артық махаббаттан қисап. Бірақ бұл жол бек шетін, бек нәзік жол. Бұл жолда риясыз, жеңілдіксіз, бір қарар тұрып ізденген ғана кісі істің кәмәлатына жетпек. Бұл заманда Надир, бұған ғылымның да зоры, сиддиқ, қайраттың да зоры, махаббаттың халлақына да, халық ғалламға да бек зоры табылмақ керек. Бұлардың жиылмағы қиынның қиыны. Бәлки фитна болар.